Лес ауылындағы номер 39-шы Төлеген Айбергенов атындағы жалпы білім беретін мектебінде жас ұрпақтың отансүйгіштік рухын көтеруге және қауіпсіздік мәдениетін нығайтуға бағытталған отан қорғау парызым, қауіпсіздік сақтау міндетім атты кешенді іс-шара өтті. Іс-шараға Құркөлес ауылдық округі әкімі аппаратының қызметкерлері, мәслихат депутаты, төтенше жағдайлар бөлімі мен шекара қызметінің мамандары, ел ағалары қатысты. Бұл басқосу оқушыларға өмірлік маңызы бар дағдыларды үйретуге арналған үлгілік сабақ болды. Іс-шара барысын айтсақ, төтенше жағдайлар бөлімінің құтқарушылары оқушыларға өрт кезіндегі әрекеттерді практикалық түрде көрсетті. Өрттен баланы құтқару жаттығу барысында мамандар шұғыл іздеу, қауіпсіз аймаққа шығару тәсілдерін таныстырды. Сонымен қатар жедел жәрдем қызметкерлері жарақат алған адамға алғашқы көмек көрсету жолдарын көрсетті. Атап айтсақ, тынысын тексеру, қан тоқтату және тасымалдау ережелері. Өрт сөндірушілер арнайы техникамен өртті ауыздықтау барысын таныстырып, қауіпсіздік шараларының маңызын атап өтті. Айта кетейік, жуырда ғана номері 39-шы Төлеген Айбергенов атындағы жалпы білім беретін мектебіне директор қызметіне тағайындалған Кәмшат Жолдасова осындай отансүйгіштікке баулитын тәрбиелік мәні зор іс-шаралардың алдағы уақытта да көптеп ұйымдастырылып тұратындығын айтып өтті. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты оқушыларға төтенше жағдай кезінде өзін қалай ұстау керектігін үйрету. Сонымен қатар біздің жаңағы төтенше жағдайлардың бірі өрт сөндіру бойынша ұйымдастырылған іс-шара болды. Сонымен қатар әскери бөлімнен келетін шекара қызметкерлерінің мамандық таңдауда, тағы да басқа осы отанымызды қорғауда, шекарамызды қорғаудағы жұмыстармен таныстыру болатын. Бүгінгі іс-шара өте маңызды деп ойлаймын. Осы іс-шарамызды ұйымдастыруға белсенділік танытқан алғашқы әскери дайындық жетекшіміз Құралов Рахманбек ағайымызға үлкен алғысымыз шексіз. Жылына 2 рет өткізіп отырамыз жоспарға сәйкес. Іс-шараның келесі кезеңінде шекара қызметінің арнаулы мақсаттағы әскери бөлімі жұмысын көрсетті. Кинологтар қызметтік иттердің ізгесу, бұйрық орындау және арнайы тапсырмаларды жүзеге асыру мүмкіндіктерін таныстырды. Әскери мамандар оқушыларға қару түрлерін, олардың құрылымын және қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Бұдан бөлек мектептің оқушылары алғашқы әскери дайындық сабақтарынан өткен қаруды шашып жинау бойынша шеберліктерін танытып, қонақтардың зор ықыласына бөленді. Іс-шара өте керемет, куәсі болдық, жоғары деңгейде өтті. Өрт сөндіру бекетінің қызметкерлері келіп, шекара қызметкерлері келіп, осында бар тәжірибелерімен бөлісті. Отансүйгіштікке балаларды бет бұру мақсатында бұдан да Құда қаласа іс-шаралар көбейе берсін. Іс-шара барысында Құркөлес ауылдық округі әкімінің орынбасары Сәуле Сүлейменова мен аудандық мәслихат депутаты Қайрат Бердеқұловқа сөз беріліп, оқушыларға, ұстаздарға және қатысушы мамандарға жылы лебізін білдірді. Іс-шараның мән маңызына ерекше тоқталып өтті. Ұжымды ұйымшылдықпен басқарып, осындай игі іс-шараның жоғары деңгейде өтуіне басшылық жасаған мектеп директоры Кәмшат Жолдасоваға аудандық мәслихат төрағасының Құркөлес ауылдық округі әкімінің алғыс хаты табыс етілді. Ал мектеп директоры төтенше жағдайлар қызметкерлері мен әскери бөлім өкілдеріне алғыс айтып, алғыс хаттар табыстады. Осы ретте мектептің алғашқы әскери дайындық пәнінің әскери жетекшісі Рахманбек Құраловтың да еңбегін ерекше атап өткен жөн. Іс-шараның мән мағынасы жайлы айтатын болсақ, өте жоғары деңгейде өтті. Мен ойлаймын, өсіп жатқан жастарға, оқушыларға, жалпы біздің шекара қызметі болсын, төтенше жағдайлары болсын, осы отансүйгіштікке баулу. Мынау шекара қызметінің қызметте жүрген мамандары көп нәрсені көрсетті. Олардың отансүйгіштік, патриоттық сезімі оянады. Бұндай іс-шаралар көп болу керек. Жалпы ол жақсы жағына әсер береді. Отан қорғау парызым, қауіпсіздік сақтау міндетім іс-шарасы оқушылардың қауіпсіздік мәдениетін арттыруға, төтенше жағдайдағы мінез құлықты меңгеруге және отансүйгіштік қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған мәнді кездесу болды. Қуаныш Амангелді, Марат Жолдас, Сәт теле арнасының жаңалықтар қызметі.